Барлықтарыңызға сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және бүгін бізде авторлық контекст талдайтын боламыз. Яғни өзім осы жақында құрастырған, әлі бірақ та тақырыбы нақтылап қойған жоқпын. Сондықтан да тақырыбы жоқ контекст деп ойласаңдар да болады. Құрылыс алаңында арматура дайындау үшін темірлер арнайы пеште қыздырылады. Ұзындығы 10 метр, диаметрі 14 мм болатын 100 дана темір арматура бастапқы 20 градус Цельсийден 800 градус Цельсийге дейін қыздырылады дейді. Пештен бөлінген жылудың 30% қоршаған ортаға тарайды, ал темірдің ұлғаюы мен иілуін ескерілмейді дейді. Бұл жерде тығыздығы, меншікті жылу сыйымдылығы және пи еркін түсуде беріп қойған екен. Біз айтады, пеш 500 мегаджоуль жылу бергенде темірдің соңғы температурасы қанша болады дейді. Енді давайте мен алғашқы қадамдардың бірі, ол мен мына бір темірдің массасын есептеп алсам давайте. Ол сендерде ро көбейтілген в ғой, ал оның ро көбейтілген бізде көлемі, ол мына бір ауданның көбейтесіңдер L ұзындығына. Сонда ро көбейтілген пи d квадрат бөлінген 4 көбейтілген L дейтін болсам, менде массасы, оның бір штук массасы 7800 көбейтілген 3,14 көбейтілген d квадрат бізде 196 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі бөлінген 4 көбейтілген 10 десем. Менде массам, қателеспесем, бізде 12 килограмм шығады, 12 килограмм. Ал енді қараңыздар, пеш 500 мегаджоуль жылу бергенде темірдің соңғы температурасы қандай болады? Айтқанда қараңыздар, бізде 100 дана темір арматура дейді. 100 дана. Яғни қанда пештің ішінде ол 100 дана арматура тұрады. Сонда біз Q деп алатын болсақ, Q, ол сендерде SM дельта T. Яғни қанда 100 дана болған себепті біз массаны 100-ге көбейтеміз. Біздің меншікті жылу сыйымдылығы 460 көбейтілген неше? 12 көбейтілген дельта T. Тең болады бұл сендерде Q-ға тең болады. Енді бұл жерден тоқтай тұрайық. Бізде айтылған 500 мегаджоуль жылу беретін болса, оның қанша бөлігі осы бір темірді қыздыруға кетеді. Яғни қанда тетта тең болады Q бөлінген A толық. Яғни қанда біз айтып тұр ғой, 500 мегаджоуль толық дейді. Ал енді оның Q-ді анықтайтын болсақ, бұл жерден Q-ді анықтайтын болсақ, ол сендерде қанша тең болады? Біз енді пәк ол сендерде айқын. Мына жерде 30% деп алып кететін болсаңдар, ол қателік болады, өйткені 30% қоршаған ортаға тарайды, ал 70% осы толықтай қыздыруға кетеді десек, 0,7-ні көбейтеміз біз 500 мегаджоульға. Ол сендерде 350 мегаджоуль. 350 мегаджоуль. 350 мегаджоуль. Мына жерде 350 мегаджоуль. Сонда мен осы бар Q-ді мына жаққа келіп теңестіретін болсам, 350 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Сонда менде дельта T тең болады T2 азайтылған бастапқы температурасы 20 тең болады ол нешеге? Мына жерден өрнектеп жіберетін болсам, 350 мегаджоульді бөлемін мен 100-ге, бөлемін 12-ге, бөлемін 460-ға. Ол сендерде 634 болады екен. 635 десек те болады енді. Ал Т2 температурамыз бұл жерде сендерде 655 градус Цельсий температура бола салады екен. Яғни қанда бізде мына бір С жауабына сәйкес келіп тұр. Кеттік келесі сұрақ. Кранның электр қозғалтқышының қуаты 8000 ватт. Осы массасы, ол массасы 12 килограмм болатын 80 арматураны 5 метр биіктікке 10 секунд ішінде көтереді. Кранның пәгі жай ғана пайдалы жұмысты бөлеміз толық жұмысқа. Ал бұл жерде пайдалы жұмыс дегеніміз ол осы 80 арматураны MGH пайдалы жұмысымыз бөлеміз біз осы бір электр қозғалтқышының қуатын уақытқа көбейтіндісіне. Сонда бізде 80 арматура, 80 арматура көбейтеміз оны 12 көбейтеміз 10-ға көбейтеміз, және де биіктігіміз 5 метр биіктік. Ал бөлеміз біз 8000 көбейтілген 10 секунд. Сонда мен мына 0-дерді қысқартатын болсам, 0 мен 0 кететін болса, менде 8-ді 800 бен астында 100 қалады. 100-ді 5 пен қысқартатын болсам 20 қалады. Сонда мен былайша айтқанда 6 бөлінген 10 дейтін болсам, мына жерде 0,6 шығады. Яғни қанда
біздің пәгіміз 60% деген сөз екен. Яғни пәк сендерде 60%. Түсінікті деген ойдамын. Кеттік келесі сұрақ. Суретте көрсетілген КАМАЗ жүк көлігінің бортына 2 тонна темір жүктеледі. Әрбір дөңгелектің жермен жанасу ауданы 350 см квадрат болса, қысым өзгерісін табыңыз. Енді жігіттердар, мына жерде қанша дөңгелек бар осы КАМАЗда? Қарасақ, мына бір бөліктерінде мына бір бөлігінде, артқы екі бөлігінде ол екі дөңгелектен болса. Сонда бұл, қараңыздар, жалпы саны бергі жағында мына жерде екеуі бар, 8, мынаумен алдыңғы дөңгелегімен 9 дөңгелек болса, ол дәл арғы жағында да 9 дөңгелек бар, жалпы 18 дөңгелек бар деген сөз. 18 дөңгелек. Сонда 18 дөңгелек жермен жанасып тұр. Ал енді біздің қысымымыз ол сендерде F бөлінген S дейтін болсақ, біз 2 тонна 2000-ді көбейтеміз 10-ға, бөле салады екенбіз. 18 көбейтілген 350 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. Сонда менде қанша шығады? Қысымымыз 20.000-ды бөлетін болсам 18 бөлінген 350. Ол сендерде жуықтап алғанда 3,2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі паскаль бола салады екен. Яғни қанда біздің мына бір Б нұсқасына сәйкес келіп тұр. Кетті келесі сұрақ. 4-ші сұрақ. 100 дана арматураны кран 2 трос арқылы көтереді дейді. Тростың төменгі ұштары арматураға бекітілген, ара қашықтығы 4 метр дейді. Ал жоғарғы ұштары бір нүктеге түйіседі. Әрбір трос арматурамен 60 градус бұрыш жасайды. Әрбір тростың керілу күшін анықтаңыз. Енді біз 10 метрлік дедік қой жаңа, 10 метрлік мынандай арматура бар, иә? Енді осы арматураның ара қашықтығы 4 болатындай екі жерден жіп ілінген, былайша айтқанда. Мұны бізде жіп болсын. Мынау бізде жіптің ілінген жері. Және де бұның арасы, екеуінің арасы, ол 4 метр. Сонда қараңыздар, арасы 4 метр болса, ол жалпы 10 метр, мына жағында 3 метрден қалып тұру, былайша айтқанда. Енді қараңыздар, бізде дәл ортасынан осы 100 арматураның ауырлық күш әсер ететін болса. Бір арматураның массасы жаңа тауып алдық қой, ол 12 килограмм дедік, 12 килограмм. Сонда 100 арматураныкі 12.000 ньютон болады, ауырлық күші 12.000 ньютон болады. Ал енді бұл кран арқылы көтеретін болса, тік жоғары бағытталған Т күшімізге теңесті десек. Немесе Т Y дей салайық, иә? Ал енді әрбір жүктің керілу күші, ол сендерде мына бір боймен Т деген керілу күштері болатын болса, екі жағында да Т деген күштер. Және де олар айтады, арматурамен 60 градус бұрыш жасайды. Мына жерге бір 3 бұрыш салып алсайын. Қараңыздар, мына жақта біздің Т-мыз бар, 60 градусымыз бар. Және де біз давайте бетекші. Мына жерден қандай да бір осы Т деген керілу күшінің Т1 деген проекциясын салсақ Y осіндегі. Оны анықтау үшін косинус 60 градус сендерде тең болады. Косинус 60 деп, мына жерде синус 60 болады, иә? Бізде синус 60 градус бізде тең болады. Т1 бөлінген Т десем, Т1-ді анықтау үшін давайте Т1 менде қанша болады? Ол жоқ, давайте сөйте салайық, иә? Т1-ді анықтау үшін Т синус 60 градус болады екен. Енді сол жақта да дәл сондай Т керілу күші болса, оның да Y осіндегі проекциясы осы Т1 болады. Сонда жалпы екеуі әсер етеді ғой бізде вертикаль бағытта. Сонда 2 Т1 керілу күшіміз ол жалпы Y осіндегі керілу күшіне тең болады екен. Сонда 2 Т1 тең болады Y осіндегі керілу күшіміз ол 12.000 ньютон. Ал Т1 бізде ол неше? 6000 болады, 6000 ньютон. Т1 бізде 6000 ньютон. Енді Т1-ді тауып алдық. Т1-ді тауып алғаннан кейін мына өрнекке апарып қойсақ. Сонда бұл жерден қанша шығады бізде? Т сендерде Т1 бөлінген синус 60 градуста. Сонда бізде енді 6000-ды бөлетін болсақ, давайте синус 60 градусқа сразу бөле салайық.
6000-ды көбейтіп 2-ке бөлеміз тура 3-ке. Сонда ол сендерде 7000, жуықта бағанда 7000 ньютон деген жауапты бере салады екен. Яғни айтқанда ол сендерде мына д жауабында орналасқан вариант болып табылады деген сөз. Кетіп келесі сұрақ. 5-ші сұрақ. Әкесі мен баласы ұзындығы 10 метр болатын 3 арматураны көтеріп әкелді. Баласы арматура ұшынан 2 метр қашықтықта, ал әкесі екінші ұшынан 3 метр қашықтықта көтереді дейді. Әкесі мен баласының түсіретін күштерін анықтаңыз. Енді қараңыздар, мына жерде бір 3 арматура бар деп елестетейік, жалпы 10 метр. Мына жерден енді баласы тұрсын. Мына жерден баласы тұрсын. Бала деп қойын. И мына жерден әкесі тұрсын. Әке. Енді қараңыздар, бала айтады, бір ұшынан 2 метр қашықтықта ұстап тұр дейді. 2 метр қашықтықта. Ол қандай да бір жоғарға қарай F күшпен ұстап тұрса, F бала деген. Ал енді әкесі ол 3 метр қашықтықта ұстап тұр, және де ол қандай да бір F әке деген күшті түсіріп тұрсын. F әке. Енді қараңыздар, бізде мына бір 3 арматураның жалпы төменге түсіретін ауырлық күші бар ғой, дәл ортасынан түседі ол сендерде. Дәл ортасынан түседі десек, қараңыздар, дәл ортасынан ол mg деп қояйық. Енді ол дәл ортасынан түсетін болса, мына бір бөлігі сендерде 5 метр болу қажет қой. Ал оның 2 метрін бала ұстап тұрса, мына жағында сендерде ровно 3 метр деген сөз. Ровно 3 метр. Мына жағында да дәл солай, бірақ әкесі 3 метр қашықтықтан ұстап тұр, ал мына қапталы ол 2 метрге жатады. Енді қараңыздар, біз давайте бетейікші. Мына бір баласының тұрған жерінен тіреу нүктесін қоятын болсақ, мына жаққа бүйтіп сыза салайын. Мына жерге тіреу қойып тастасам мен, баласының тұрған жер деп. Мына жерден әкесі көтеріп тұр. Әкесі көтеріп тұр. Қараңыздар сонда. Ортасынан біздің mg деген ауырлық күшіміз жасап тұр. Жоғарыға қарай F әке күші бар. Енді қараңыздар. Бізде мынау тіреу нүктесі болатын болса, ол тепе-теңдікте болу үшін екі жаққа қарай әсер ететін моменттеріміз тең болу қажет. Яғни айтқанда әкенің момент күші ол сендерде мына бір темірдің момент күшіне тең болу қажет. М темір деп қойсаң. Ал әкенің момент күші ол F әке көбейтілген, ол мына тіреу нүктесінен қанша метр қашықтықта тұр? Ол 5 метр қашықтықта тұр, 5 метр қашықтықта. Теңестіреміз оны. mg. M дегеніміз ол бір арматураның массасы 12 болса, үшеуінікі 36 болады. 36 көбейтілген 10 көбейтілген біздің тіреу нүктесінен орналасу қашықтығы ол сендерде 3 метрге жатады. 3 метр. Сонда 3-ке көбейтеміз. Ал енді әкесінің түсіретін күшін анықтайтын болсақ, 5 пен 10-ды қысқартып жібере салайық. Мына жерде 2 болатын болса, сендерде неше болады? 36-ны көбейтіп 6-ға десек, ол сендерде 216 ньютон бола салады екен. Яғни қанда әкесі сендерде 216 ньютон күш түсіріп тұр. Бізде мына Б, С жауаптарын сызбасақ болады уже. Енді қараңыздар. Енді біз арматураның үшеуінің массасы, үшеуінің ауырлық күші қанша болып тұр бізде? Үшеуінің ауырлық күші ол сендерде 36-ны көбейтеміз 10-ға 360 ньютон, 360 ньютон. Енді оның 216-сын баласы ұстап тұратын болса, әкесі ұстап тұратын болса, қалғаны баласына қалады ғой. Яғни қанда баланың түсіретін күші ол сендерде 144 ньютон бола салады екен. Яғни қанда бізде А нұсқасында ұстап, тек қана Д нұсқасын қабылдайды екен біз. Осымен біздің контекст талдау аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Қайыржан ағай, және келесі кездескенше.